енем менің екінші мамам. Біріншіден тәрбие берген шешеме рахмет. Екіншіден, уже мен бұл кісілердің қасында болғаныма 13-14 жыл болыптыр. Бұларға рахмет. Олар мені егерде оқытып не істесе, бұларға жұмысқа берсе, бұл кісілерге рахмет, мен жұмысқа кіргізіп, жұмыс жасатып жатыр. Біздің түріктерде почти 90% кенде жұмыс жасамайды. Үйдің тірлігімен, отырады. Білмеймін, нағып сонда, енді олар ұят көремі, но бізде қалыптасқан Құдайға шүкір, ата-енемге барлығына шүкір бұл кісілердің. Бұлар болмаса, мен өте қиын күн болады деп тұрмын маған, потому что бұлар менің үйімнің тірегі. Бұлар менің бала-шағыма қарайды. Бұлар қарамаса, мен жұмыс жасай алмаймын. Шынын айтқанда, біз өзіміздің ұлттың тамағыны, өзіміздің ұлт келгенде де мейманымыз істемейміз, ет асамыз. Түбі бір түркілердің дәстүрі, танымы, мәдениеті ұқсас. Қазақ топырағына сіңген бұл әулет бөлінгенді бөрі жейді деген ұстанымда. Дастарханын жая қалса ет асады. Бірақ біз бұл жолы түрік тағамынан дәм татқымыз келіп, арнайы қолқа салдық. Хинкал, сыйлы меймандардың алынан тартылатын қадірлі ас.